Ассалаумағалейкум достар, сонымен мынау Серікжан Біләштің ертегісіне тойып болдыңыздар ма жалпы? Серікжан Біләш десе қазір білесіздер, көптеген азаматтарымыз, бауырларымыз соны тыңдап пір тұтып жүреді да. Мен түсінбеймін жалпы. Ол үлкен жоба ғой, негізі проект Серікжан Біләш деген. Ол туралы сенбесеңіздер, Қытайдан көшіп келген қандас бауырларымыздан да сұрасаңыздар болады. Қытайдан келген қандас бауырларымыздың өзі Серікжан Біләшті ұнатпайды, жек көреді. Жалпы Серікжан Біләштің Мұхтар Шаханов ағамыз туралы айтқан сандырағы, сұмдық пікірі, жалпы сыни көзқарасы, осыдан кейін енді миларыңыз болса, ақылдарыңыз болса, Серікжан Біләш туралы ойларыңыз өзгеретін шығар енді. Жалпы Серікжан Біләш, жалпы ертегі айтатын барлығы. Ол Серікжан Біләш пір тұтатын адам емес жалпы. Ешқандай дәлелсіз, дәйексіз, фактсіз айта береді әр нәрсені. Жалпы тыңдайтын, соны пір тұтып жүрген азаматтар болып жетер енді. Қашанғы оның ертегісін тыңдай бересіздер жалпы. Қазақ руханиятының асқар шыңына айналған, елдік пен ерліктің үнін жырмен жеткізген, қазақ ұлтының тағдырына бейжай қарай алмаған қайсар қайраткер Мұхтар Шаханов ағамыз дүниеден өтті осы 2-3 күн бұрын. Ағамыздың сүйегі жер қойнына тапсырылмай жатып ақ, ағамызды жерден алып жерге салып жатқан видеосын көріп, Серікжан Біләштің жағамды ұстадым. Қазақта бұндай жоқ еді ғой. Мына біздің текті қазақ өзінің ата жауының да өлген кезде барып сүйегіне топырақ салып бата жасаған ғой. Енді ағамыздың мына видеосына не айтарымды білмеймін. Бұл ағамыздың деңгейіне түскім келіп тұрған жоқ. Десек те біздің қанша аңқау қазақтарымыз осы ағамыздың видеоларына құдайдай сенетіндер бар. Бір алдында бір видеосын көріп қалдым. Машинаның ішінде отыр. Мен қазір Дональд Трамппен кездесуге кетіп бара жатырмын дейді. Ананы көріп кәдімгідей күлкім келді. Енді қайтесің, ауылда жүрген қарапайым аңқау қазақ соған да сенет. Енді Мұхтар Шаханов жайлы өте жаман айтқан екен. Мұхтар Шаханов ағамыз не істеді десеңіздер, мына қылышынан қан тамып тұрған Совет одағының кезінде үлкен мінберден қазақ туралы сөз сөйлеу, қазақ ұлтының тілі туралы сөз сөйлеу өте қиын болған ол кезде. Сол кездерде мына желтоқсанға шыққан қазақ жастарын жаңағыдай ұлтшылдар деп жаңағы соттап жатқан кезде, түрмеге тығып жатқанда соларды арашалап, ара түсіп, үлкен мінберден сөз сөйледі. Қанша жылдар бойы қазақ тіліне қызмет жасады. Қанша мына қазақтың рухын көтеретін өлеңдер шығарды. Енді бұлай алып қарасаң, Серікжан Біләштің жаңағы Мұхтар Шахановтың тырнағына да татымайтын адам ғой бұлай айтқанда. Осындай сөз айтуы бұл біздің текті қазаққа жатпайды. Өкінішке қарай біздің қазақтың арасында бұндай тексіздер де бар екен. Енді мына қазақтың тектілігін айта кетейін сіздерге. Біздің ата жауымыз жоңғарлар. Сол жоңғарларда батырлар өлген кезде, сол өлген батырының өледі ғой батыры. Сол өлген жерде сол қалмақтың батырының атымен атайтын бір заңы бар екен, салт дәстүрі. Енді қараңыздар, біздің текті қазақ қаншама сол қалмақтың батырларымен аталады әлі күнге дейін біздің жерлеріміз. Шамалған деген қала Алматының жанындағы, Қаскелең қаласы, міне Шығыс Қазақстандағы Күршім деген аудан, Зайсан көлі. Ойлаңыздаршы, бұның барлығы жоңғардың батырлары. Яғни біз өте мықты текті халықпыз. Біз өзіміздің жаңағы ең жек көретін адамдарымызды да сыйлап, жаңағыдай о дүниелік болып жатса, артына бір уыс топырағын шашатын халықпыз. Сондықтан ардақты ағайын, Мұхтар Шахановтай ағамыз жәні жәннатта болсын, ағамыздың рухы пейіште болсын. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар. Шаханов атамыздың жамбасы жерге тиіп үлгірмей жатып, Серікжан Біләшұлы деген азамат ол кісі туралы өзінің ойларын айтыпты. Қысқасын айтқанда жаман жағын теріп көрсетіпті. Бұл енді мұсылманшылыққа да, қазақшылыққа да жат дүние. Өйткені адам өмірден өтіп, жаңадан енді бақилық болып,
оның топырағы суымай жатып, қазағымызда және мұсылман ислам діні де мұндай нәрсе айтуға тыйым салған. Ал Серікжан Біләшұлы болса, ол осылай айтыпты. Енді Серікжан Біләшұлының айтып отырған әңгімесіне келетін болсақ, ол туралы нақтылы дерек, нақтылы дәлел көрген жоқпыз. Мұхтар Шаханов атамыздың Серікжан Біләшұлының ұлының үстінен жазылған арызға қол қойғандығы туралы. Былай қарасақ, логикалық түрде саналы адамға белгілі нәрсе ол Мұхтар Шаханов пен Серікжан Біләшұлының өмірі мына өмірде қиыспаған адамдар. Шаханов атамыз 76-77 жас көлемінде, Серікжан Біләшұлы 40 жас көлемінде жаңағы аталмыш уақиға орын алып отыр. Бұл енді Мұхтар Шаханов атамыздың қазақ елі алдындағы беделін пайдаланғысы келген әлдеқандай бір адамдардың әрекеті болуы да мүмкін. Бұндай нәрсе нақтылы дәлелін тауып үлгермей жатып, мұндай ерте сөйлеуде қате шығар. Енді еңбек жолына келетін болсақ, Мұхтар Шаханов атамыз ол ел ішінде жүріп, қызыл үкіметке қарсы тұрып, кейінгі өзіміздің билікке де әділдіктерді айтып, осы ел ішінен биліктегі болған кезі болсын, болмаған кезі болсын, барлығында да өз халқының арасында жүріп, өмірінің соңына дейін әділет жолында еңбек сіңірген қайраткер. Серікжан Біләшұлы ол бұрын танымайтын едік, кейін Қытайдағы этникалық аз-жүлік ұлттардың Қытай саясаты жағынан көрген қысымын Қазақстанда атажұрт ұйымдарын ашып, осы мәселені халықаралық деңгейде көтерген азамат. Енді екеуінің еңбек жолына салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, Мұхтар Шаханов атамыз ол бейне суға ағып бара жатқан бір қауым елді өзі сол ағысқа қарсы суға қарғып түсіп, әр қайсысын иығымен көтеріп жағаға шығарған адам сияқты еңбек сіңірген болса қазақ ұлты үшін, ал Серікжан Біләшұлы ол сол суға ағып бара жатқан қауымға жағада жүгіріп жүріп, олай жүзіңдер, былай жүзіңдер деп ақыл айтқан сияқты салыстырмалы түрде. Яғни Мұхтар Шахановтың қазақ еліне сіңірген еңбегі Серікжан Біләшұлының қазақ еліне сіңірген еңбегіменен салыстырғанда жер мен көктей фарқы бар. Шаханов атамыз ол қазақ ұлты үшін тарихи тұлға, әулие адам деп айтуға болады. Сол үшін Серікжан Біләшұлының былай сөйлегені орынды емес және азаматтық салмақтылық жоқ көзқарас деп мен санаймын. Серікжан Біләшұлы өзінің барлық Қытай билігіне қарсы позициясы болсын, қазақ билігіне қарсы позициясы болсын, оның барлығын сол елде жүріп айтпаған, қайта сол елден кетіп қалған соң қозғаған адам. Шахановпен салыстыруға келмейтін жақтары өте көп. Оның үстіне бүгінгідей өлім жағдайы болып жатқанда айтып отырған әңгімелерінің барлығы нағыз толыққанды пісіп жетілген азаматтың салмақтылығына сәйкес келмейді деп санаймын. Аман сау болыңыздар, өзіміздің қолымыздағы алтын адамды бағалай білуді білейік. Шахановтың жыр жинақтарын оқыңыздар, бұл сіздерге ең үлкен мотивация береді.